Матур ер күңілдәрігізді көтергендір, язғы иртелер тағыла емлеріп кеткендір деген тілектер менен біз тапшырыбызды давам етәбіт. Һәм бізге яңы ғына келіп қошылсыларға хаумығығыз дебіндер жәбіт. Her vaqıttağı satura efirde işleyip telefon handары өзгеріші 295-872 сұраударығыз, fikirleriniz бар екен, рахим етіп шылтыратығыз. Біздің тапшырудың бағаусы Тәуеккен компаниясы Урман Тәуеккен ерте хүздері болған 4 жыллық шиғыр ижат етеусіні тапшырудағында Тәуеккен фабрикасының сертификаты көтте. Оны хатып алу орындары Үзек базар, Сүйріп аурамы 97 һәм матрица магазиндарында. Шылайты біздің студияла қонақта Урман қожалығы министрі Динер Асхатұлы Ахметьяновты сәлемдейміз. Қайырлы ерте. Динер Асхатұлы, яз кетті біздің программаны яратып қараусылардың бірі эфирінен Озат Нұғыманов бізге қайын хау кетірген. Закон бұды ұсырақ ұйық мұ вақыты етті ме қайын хауын алырға? Қайын хауының емені вақыты, қазіргі вақытта. Рұқсат менен алынған хау болға, аның бірнінде де закон бұзу. Рұқсат болма бізге протокол түзітмей еді. Әлбетте бұлуы мүмкін, андай не? Еске ауызға яңашты бетелер мәлі. Солай дедәрі, бітті ауыру менен қастеп үттеп қойып. Үттеп қойып, Денер Асхатұлы, өзіге Әбел районында Йолан яқта туып өскен кіші Урманға қарата нендерек мүнесебетте? Йолан яғатып, мен туып өскен яқты қой яқтан қарайын бет. Әгер Әбел районын Йолан яғынан қараһаң, мен туып өскен қырда сауылын Урман табызуына деп атайдар. Қай бұл районы, Ғали Ахмет яғы Урман? Бүрген яғынан қарағанда, сынлапта біздің қырда сауылын айталарында Йолан яғына түштік деп. Урманға дөйім мүнесебет ол біздің туып өскен мүхит. Туып өскен мүхитке әр вақыт біздің қараш елі өдібесі, туғандарса, баласақтан һәм артабанда ол давам еткен урманмен аралашу давам ете. Біз аны хақларға тиіспіз. Бұл көңілге баласақтан хәңдірілген әйбірлердің бірі. Сөңкі біз баласақта, мәктепте оқыған жылдарда ел хайын бізді алып сыға тұрғанылар урман ұлтыртуға. Мына шында акция бола тұрған елда, һәм бұл тәңгілді мәктеп оқушылары бек зор тырышлық қалып, қуанып, шаттанып біз қатынаша тұрғанық. Қызғанысқа қарсы қазіргі закондар қазіргі балаларды бұна ұшындай мүхім іштен тыйдылар. Әлбетте мүмкін аны ішлерге, ләкин бұның үшін вакцинацияны өткертер керек, башқа бірдер хақлану саралары. Әлбетте бұл тәңгілді балаларды яқлау закон тарафынан әлбетте керектір. Қызғанысқа қарсы екінші ағыла бар. Біз ол вақытта аралашу өтейіні көрмамынан, бірге өтейіні көрмамынан. Біздің ұлтыртқан ол вақыттағы ұрмандар, айтайық 60-шы жылдардың ұрталары, 70-ші жылдардың баштары, қазіргі вақытта есеплеп қарағыз, уже 40, башты елде әксік. Шылай бұрынғы кіші мені? Мен бұрынғы кіші. Шылай да бұна Бүрген урманы, Беларет, Қаридел урманы деген хүздерді бар. Бүгінгі күнді еш үсентілер ұлтыртыла мекен? Үші хүздерді ауыз ұлтырып ете алауыз ма? Бүрген урманы, Беларет урманы, Қаридел урманы? Нешап болмаған. Біздің республикалы 5 миллион 700 мың гектарда урман. Бұл біздің тек урман қожалығы министрлігіне қараған урмандар. Анан тыш 6 миллион 300 мың гектарда дөйім майданы біздің республикаға өткен урмандың. Бұл, айтайық, республика майданының 40%-қа яқын майданды тәшкел еткен урам. Урман менен қапланған? Урман менен қапланған. Һәм әлбетте урманда іштер бара нендейдір кемелде. Аны қырқу, ұсырағы арендаторлар әш алып бара. Біздің түп бұрыстардың бірі, мұна ошу балансы тегеді етіп тұту. Көпмі қырқыла, көпмі шұлтеклім яңынан сафқа батырға тейші, ұлтыртырға тейші. Әм мұна 2016 жылдың хөдімтелері бойынша біз 12.700 гектарда ұрманды яңынан қайтардық. Әм шының 7.000-ін ол өтентілерді ұлтыртып башқардық. Урман өстірудің үз түрі бар. Бірі мұна шу өтентілерді искусствоны кешілер ұлтыртып өттіруі. Анан hún табиғи рәуіште өтуі, һәм табиғи рәуіште өтуі үшін ярдам ету біздің тарафтан бар. Бізге шылтырату бар дейістем? Шылай дейдер, әйдәйт қабыл етейік. Қаумығығыт, қайырлы ерте. Алло, қайырлы ерте, қаумығыт. Қаумығыт, тыңлай білсізді. Мен Халил деген кіші болам, өдім Беларет районынан. Мұна құрау бар ені. Біздің яқта урман қырқалар, Ақмар Қозған яқтарында Селенін деген компания халықты бик бұрсой мұна ошы құрау. Несін тегенде ауыл халқы урманды қырқаларды арттарында көп сөпсар қала. Урманды қырқудары тәртіп юқ.
Ана шул яктан был законлы кыркуу барам икән ул якта. И нисек был Селена компания килеп керде икән ул яктарга? Рәхмәт. 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 Хәзер без аларны министрга әйтәбез. Ну, бұл тәңгілді Селена компания бойынша, әлі құрметлі телевизор қараусы берген құралдарға шундай рақ жауап берінім. Қырқуы Селена тарафынан бұл кварталдарда ол законлы. Ол приоритетный проект Ресей Федерация тарафынан башқарылған программа бойынша келіп керген, һәм құртымға алған бұл кварталдарды, һәм ағас етіштіру мақсатында алынған бұл құртымға орындар. Һәм бұны башқара. Мына телевизор қараушы әйтіп кетуінше, қырқылған орындарда қалдықтарды ейінау һәм башқа факттар бойынша әлбетте бізге тиешінше иқтибарды надзорный органдарға біздің бигракта урманды һәм пожар яғынан күзәтіліп келген инспекторларға бұл тәңгілден патрулирование башқа нәмәләрді арттырырға тура келе. Әлбетте закон тарафынан тыйылған әйберләре біздің үстінде бар. Шәхси бизнесті 3 жылға бір мәртебе текшеру, башқа нелері. Шул вакытта біз юлдарын табырға тырышабыз, маршрутный патрульдерін башқа нелермен атқарып шығырға. Мен келешем телевизор қараусы менен бұл тәңгілді біздің әлі эшләп биткермәгән урындар байтак, бихисап. Динер Асатович, бізге тағыла бір шылтырату бар дейдер, мұғайын ол ниндейдер құраудыр, әйдегіт қабыл етейік. Хаумағығыз, қайырлы ерте, тыңлайбыз әбді. Хаумағығыз, қайырлы ерте, алып барушылар, хаумағығыз, студия қунағы. Мен орман турында бит бір сылып яшайым ғұмырым бойына. Мына Баязит Байназаров қала бір құрау бергенім бірген орманы турағында, ол радионан сығыш яғағанда. Өдегіт қайдан шылтырата ағыр, есімеге бенсек? Мен ғафу етегіт айтып өтмәнім. Сағыбасы районынан Зülfür апай қылан табылды олынан. Мен айтам, ұшы экология елінде ормандарды хақлау бойынша концерт қойырып мекен деп, ол меңа өз берді, ондай концерт болар деп. Әқадыр мен хедіге 4 жылық оқып өтәғым келе. Әйдәгіт, тыңлайбыз әбді. Рәхметегіз. Базарларға этләп алдым тәвәккән билмәндәрен, урмансыларды хайқаным, күтәрдем күңелдәрен. Ай, афарин. Зülfür апай, рәхмәт, бұна бұл сертификат бәлкі хездеке болар, хезде қылып битмәләр бірейді. Қол етіп өтіп битмәләр. Рәхмәт. Рәхмәт, қабыл еттік. Министр концерт қойып бере алмай, министрны контрольге алам, әлігі әйткен шылтырату, алдарақ шылтыратқан кішін қарауы давам етіп қойған, ұшыны контрольді тұта алама, министрлік шәхси контрольде. Біз тұтырға тырышабыз. Бүтін болған мүмкіншіліктерді файдаланып, һәм мына келесекте ойлайбыз яңы алымдар менен. Әлбетте финанс хәле бізді финанслай Ресей Федерацияға тулығынса, бұл эшмәкәрлектә алып бару өчен бұл тәңгәлдә бик нақыз бүленәксә, но киләсәктә барыбер хыялланабыз һәм без аны эшләрбез дип уйлайбыз. Яңа алымдар менән. Әйтәйек, пилотлы дискуслар менән, дрондар менән. Онда тиешле вакытында күреп, қалып, һәм вакытында реагировать итеп өлгөрү керек безгә. Урманда холкы кыланган законды бузуучу кишилер жетерлик. Аларды қолынан гына тутур үчүн бизге оператив эшмәкәрлек алып бару керек. Мына бул тәңгәлдә кызганычка каршы безнең материал техник база бик ярлы. Ул 90 еллардан калган техника. Хуңгы елларда без техниканы мына патруль максатында хөкүмәттән алып яңырталдык. Тик 9 гына машина. Бүтүн республика кимәлендә алып караганда 9 машина нәмә икәнен егетләр һезгә аңлатуы туру керек. Біз güzel ilgili журналисттар рәхәтләнеп Ан-2 кукурузик самолеттарында урмандар карай торган. Хәзер пилот әйберләр булгас, Ан-2ләр усмаймы? Юк, алар безгә барыбер кирәк булсак. Чөнки авиапатрулирование дигән безнең әйбер бар. Буның өчен тиешле акча бүленә федерация тарафынан. Һәм елдан елы без контракт төдибез, аукцион үткәреп Ан-2 Оны һәм без кулланырга тырышабыз күбрәк, әгәр дә зур янгындар сыкканда, өстәмә көчләрне яһәт кенә алып барып биткерү өчен. Аннан тыш Робинсон 4 урынлык вертолеты буны кулланабыз, һәм һуңгы елларда без куллана башланык автожирларда 2 урынлык. Үзебезнең укытып чыгарып алган сертификатлы летчик-наблюдатель бар, бергәләп усалар, һәм авиапатрульлерның безнең тиешле класс вакытында тиешле рәвештә бара. Шылтырату бар дейдер тағыла. Сұртып алып келхәгә бір шат боларбыз. Безгә шылтырату бар. Идегіт қабыл етейік. Қайырлы ерте хаумағыт. Хәерле ерте. Тыңлайбыз әбді. Қиюрақ. Алло. Әйе. Абағат. Хаумағыт. Құтлығаллабов, Марсел Ақсан ұлы деген Марсел ағайыбыз, тыңлайбыз. Енді бір
Асқашқа екі сұрағым бар. Әйдәгез, рәхим итеп бирегез сорауларыгызды. Динер Асқаш, бара бик дұрыс айтасыз. Мәктәп балаларын, ғұмман өсіп келген балаларды, үсмерлерді урманда эшләүдән ситләштереп ул дөрес түгел. Без урманда эшләп үстек. Чөнки табигатькә, урманга һөю, уннан бәләкәй сактан тәрбиялән. Ул берене бер. Шуның өчен ул балаларды урманда эшләүгә алыктыру бик дөрес була. Мин моны урманда үстем һәм журналистлар арасында беренче булып, яңгыбына кытышканда Рәсәй урмандарын хаклаган өчен дигән ызнак белән бүләкләгән кешемен. Икенчесе, Динесгач урмандагы янгыннарды ул афат касан бетергән елдан ел өрүк халкабатлана. Урмандар яна. Йөрәк яна бит инде. Рәхмәт. Марсель Хсанулы, Марсель агай котлык әләмов, билдәле журналист шылтыратты, зур рәхмәт. Марселга сорауларыгыз өчен зур рәхмәт. Үдегезгә иминлек аманлык теләйм. Ну, сорауыгыздан тәүгене ул минең караш белән теләктәшлек формасында кабул итәм. Ну, был тәңгәлдә без кайбер эшләрдә эшләйбез. Хәзер без киң яйылдыра башланык мәктәп урмансылыктары турында. Күп кенә урындарда нык кына без был тәңгәлдән теләктәшлек алабыз. Урындагы администрациялар тарафынан, мәктәп администрациялары тарафынан һәм менә бу ошо мәктәп урмансылыгында шөгыльләнгән балаларды ниндәйдер кимәлдә без әлбәттә ялып итәбез. Элекке без эшләгән вакыттагы кебек массовый рәвештә түгел, ә шулай да кайбер осрактарда сыгарып, күрһәтеп, кайбер эшләрдә өйрәтеп, аларның ярыштарын оештырып республика кимәлендә, уларны Рәсәй кимәлендәге ярыштарга ебәреп, үзара аралаштырып бу эшләре бара. Ну, әлегә баягы теге массовый кимәлдә түгел. Икенче урман янгыннары турында әлбәттә бу бөтен Рәсәйдә борсыган мәсьәләләрнең бере. Бигрәк тә бүгенге көндәрдә әле уже башланып тора, алыс көнчыгышта, Байкал тирәһендә, Иркутск өлкәләрендә Себердән һәм менә безнең эргәлә яткан әлеге вакытта пожар янгын хәвефе нык тора күрше Силәб өлкәһендә. Бүгенге көндә анда 16 янгын теркәлеп өлгерде. Һәм безнең дә былтыр бик катмарлыгына үтте, чөнки яйдың эте торуы бигрәк тә яшен атып, каялы таштарда безнең бигрәк тә Карака тирәһендә Урал һыртында янгыннарды еш сыгара. Шуның өчен быелгы елдан без кулланырга уйлайбыз гроза анализатор дигән приборды, каерда яшен хугы сорагын билдәләп, чөнки яшен хуккандан соң ул янгын ыңгай гына сыгып китмәй, ә бер 2-3 көн төтәп яткандан соң барлыкка килә. Шуларды билдәләү өчен кулланырга тырышабыз. Ну, тагын бер сәбәбе бар, әлбәттә. Бүген без кылансак, мал кәмене урмандагы яшел үсентеләр барлыкка килә башланы дип. Ну, икенче ягынан, әлбәттә, безнең ел айлана әйтмәй, яй буена үткән үләндең адактан кулланылмай, ни бесәнгә савылмай, ни малдан ашатылмай, камылга әйләнеп, ул яд сыгуга корган хәлдә дары рәвешендә барлыкка килә. Инде проблемалары бик күп икән, бик күп. Гүзәл менә без һинең менә сценарий язганда шундай бик күңелле булмаган һорау әзерләп куйган. Урманды кулланудың 16 төрөме, 17 төрөме. Әйдә, ул һорауды бирмәй торайык менә. Урман теманы күскәс, урманга дан җырларга килә. Урман кызыклы мәгълүматларга тукталып. Кызыклы мәгълүматлар Динер Хатулы һездә тыңлап ултырыгыз. Әйтәйек, 20 сантиметр калынлыгындагы агас 1 метрлык кирбез стена тоткан йылыны хаклай. Агас өйдәге дымлылык һәр вакытта 45 менән 55% арасында тора. Кешегә тап шул самалагы дымлылык кирәк тә инде. Агас стеналар өйдәге йылыны һәм дымлылыкты оптималь кимәлдә тота. Карага шыршынан эшләнгән өйдең һаваһы, эфир майдары һәм файдалы атмаларга бай була. Агастагы табигый синәрләр күзне иркәләй. Табигый материал агастың хуш есе нервларны тынысландыра, өйдәге хиллекте көсәйтә. Кедр агасы булып сыгарган фитоциндар сир таратусы микроорганизмдарды ла юкка сыгара икән. Әйтик, үзәл кедр үстенлегендәге бактериялар операция бүлмәһендәге һаваны кына караганда ла әзрәк була. Кедрдан төзелгән агас йорттар бик кыйммәтле байлык дип санала. Уларның хакы кирбез коттеджлардыкынан да берничә тапкырга артыграк икән. Карагай агасының хуш есе тын юлларын давалай, карагастан сыккан антиоксидантта кешенең картаюын яйлата торган матдәләр бар. Карагастагы ысмаланың күплеге был кыйммәтле агаска меңәр ел буена серергә бирмәй. Карагасты бернинди кортта тишкелей алмай әйткәндәй. Бернинди ароматерапия сеанстары ла экологик таза бүрәнәнән эшләнгән өйдә яшәүгә тиңләшә алмай.
Ағас үйде яшәүселәрде күршеләрдің дрель тавышыла, қайдан келгенеле аңлашылмаған музыка гөрхелдәүле борсыма икән. Бына бит ниндәй ыңгаяктары бар, шулаймы? Денис Хатулы әйттем бит, урманга данжырлага килә, ағас үйде яшәүгә нисек карайыгыз? Рахмат, мен бик ыңғай қарайым. Сөнки біздің бигерәк тә урман таузығынаһында өсөн, халқы өсөн, бұл электен келген, өрөнгән, кулдары өрөнгән йорт төҙөү материалы. Ә беҙҙең урмандарда етерлек кимәлдә микән ҡарағай, шундай ылыҫлы ағастар йорт төҙөү өсөн беҙҙең халыҡ? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мына был тәңгәлдә беҙ әйтә алмайбыҙ етерлек кимәлдә тип. Беҙҙең йыл һайын урманға зыян килтермәйенсә ҡырҡа торған өлөшө ылыҫлы ағастарҙың 700 000 кубометр. Шул 700 000 кубометрҙың 500 000 кубометры бөгөнгө көндә ҡуртымға алыусылар ҡулында. 200 000 кубометры ҡала беҙҙең ғаризалар менән мөрәжәғәт иткән халыҡҡа үҙебеҙҙең таратыу өсөн. Һәм шуның эсенән 200 000 кубометрын беҙ резервҡа ҡуябыҙ. Хөкүмәттең ҡарары менән беҙҙең республикала барған программа, дамакомплект тип аталған программа өсөн ҡулланабыҙ. Иҫәпләп сығарғанда мына 100 000 тирәһе, 130 000 булып китә ҡайбер йылдары үҙебеҙҙең республика халҡына таратып бирәбеҙ. Һәм бында мына шундай ҡатылыҡ килеп сығыу арҡаһында беҙ 16-нсы йылда үҙебеҙҙең республика законына үҙгәрештәр индердек. Беренсенән аның дөйөм кимәлен кәметтек 100-нән 100-гә ҡәтлем. Анан һуң кемгә биреү мәсьәләләрен асыҡлап киттек. Быға тиклем беҙҙең сиратһыҙ ине. Бер ғаилә эсендә 5 кеше булһа, 5-һе лә ғариза яҙып дәғүә итә ала ине был ағас өсөн. Һәм ондай әйберҙәр булдыла, күҙәтелде, һәм һатыуға ла сығарылды әйтәйек. Ағас үҫеп ултырған көйөнсә документтарҙы һатып, был кире күренеш бик. Денис Хатулы, беҙ был зур тема дауам итер. Беҙгә режиссер әйтеүенсә яңылыҡтарға күсергә ваҡыт етте. Шунан һуң беҙ программаны дауам итербеҙ. Иртәнге яңылыҡтар. Беҙ тура эфирҙә эшләйбеҙ, һөйләшеүгә ҡушылығыҙ, фекерҙәрегеҙҙе еткерегеҙ. Бер нисә минуттан ниһәт теманы дауам итербеҙ. Һорауҙарығыҙҙы әҙерләп, фекерҙәрегеҙҙе туплай торығыҙ әлегә хәбәрҙәрҙең сираттағы сығарылышы.